7 миллионнан астам халықтан 2 миллионнан кем қалған. Яғни 33 жылы қазақ 2 миллионнан кем болып шығып аштықтан 37 жылға дейін тағы бір 200-300 мың кемінде адам қосып салынып, сөйтіп 2 миллион сәләт асырып жылған жағдайымыз бар. Бұны жай геноцид қана емес, бұны геноцид және этноцид деп атау керек. Өйткені адамзатта, бүкіл адамзат тарихында бір халықтың бір сәтте осыншама санынан айырылған басқа мысал таба алмайсыз. Ең қызығы, қазіргі осы тәуелсіздік Қазақстанның 21 ғасырда не саяси билігі, жоғарғы саяси билігі, не парламенті осы зұлматты геноцид деп мойындауға жүрегі дуалмай отырған кезде 93 жыл тәуелсіздіктің алғашқы екінші жылында сол кездегі Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі осы тақырыпты талдап, бұны Біріккен ұлттар ұйымының ережесі бойынша бұны геноцид деп атамастан басқа жол жоқ деп айтқан болды. Сонда ойлап қарасақ, 93 жылғы парламенттің қаулысын осы 21 ғасырдағы сол Қазақстан Республикасының парламенті мойындамай отыр.